Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздерге дәл осындай кішкентай фрикаделькиді қолмен домалатып, уақытыңызды алмайтын керемет бір тәсіл көрсетемін. Видеоны толығымен қарап шығыңыз. Барлық керек ингредиент описанияда жазылған. Алдымен тауық еті мен сиыр еті араласқан фаршқа пиязды блендердан өткізіп қосамыз. Оған бір жұмыртқа және дәміне қарай тұз бен бұрыш сеуіп, жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін дайын фаршымызды осындай кондитерлік қапшыққа немесе бір мешочкқа салып дайындап қоямыз. Ал енді пиязымызды ұсақтап турап және сәбізімізді теркадан өткізіп, картошкамызды сорпаға қосатындай 1 сантиметрлік көлемде кубиктар жасап турап дайындап аламыз. Енді суп жасайтын ыдысымызға кішкене май құйып, пияз бен сәбізімізді 5-10 минут қуырып аламыз. Оған картошкамызды салып және суымызды құямыз. Дәміне қарай кішкене тұз сеуіп, бетін жауып, сорпамызды қайнатамыз. Енді жақсылап қайнап тұрған сорпаға видеода көргендеріңіздей осылай кондитерлік қапшықтан кішкене аз-аздан фаршымызды шығарып, қайшының көмегімен қию арқылы дәл осындай кішкентай фрикадельки жасаймыз. Оларды әрбір жерге тастасаңыз, бір-біріне мүлдем жабыспайды, езілмейді. Дәл осындай әп-әдемі фрикадельки дайын болады. Енді оған 2-3 ас қасық плавленый сыр қосып араластырып аламыз. Енді 15-20 минуттай пісіріп, дайын болған сорпамызға соңында аскөк немесе жасыл пияз қосамыз. Біздің фрикадельки қосылған сорпамыз дайын. Өте дәмді, жасалуы да оңай, уақытыңызды да үнемдейді. Ірімшік қоспай да жасауға болады. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазыңыз. Каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Назарларыңызға рахмет. Ас болсын!